Сәлем достар, қалдарыңыз қалай амансыздар ма? Қырбалас каналына қош келдіңіз. Мен Жазира. Өкпем өшіп жүгіріп келдім, үйдің бәрін қасынан тастады осылай. Ой, алай. Уақытында барайыншы едім, қайдағы. Жүгіріп келдім осы жаққа. Алмас Қылыш деген қазақ хандығы туралы фильм көрсетілімге келген екен. Стамбулға. Соған көруге келдім. Қазір уже басталатын санаулы уақыттар ғана қалды. Дереу ішке кіріп тамашалайық. Мәссаған, дайындық деген. Кәдімгідей керемет қой. Арнайы домбырашылар, бауырсақ, тарататын қыздар бар. Журналист ағамызды қаламаса қалайсыз? Жұмыс барысында солай апайын. Керемет. Әлі басталмаған ғой деймін. Елдің бәрі толда жүр. Санаулы уақыттар қалды, негізі бастауға 5 минуттай уақыт қалды. Бәрі далада жүр. Достар, мен кімді көріп қалдым десе? Жаным, жерлесім осы Дильназды көріп қалдым. Дильназды осыдан 3 жыл бұрын өзім жатақханасына орналастырып, оқуына тіркетіп, сол кезде көргенбіз. Одан кейін арада 3 жыл өтіп кеткен. Айтып жатырмын ғой, жаңа Стамбулда тұрып бір келмейсің деп. Жаңа қараса мен танымай қалдым өзім. Ол кезде әлі сара бала апай. Қазір енді әдемі не қылып, 3-ші курс оқып жатыр екен осы жерде. Оқу қалай? Оқу қиын, бірақ бар оқитын оқып жатырмыз. Дильназ жақында өзі осы сияқты Стамбулда ең мықты рейтинг жоғары, ең мықты деген университетте оқиды. Сонымен қатар осы Қазақстан жердің осы жердегі старшысы дейді ғой, басшысы, консулдықтың атынан қазір осы бүкіл қазақ фильміне жинап студенттерді алып келген екен. Сонымен қатар 6 ай уақытқа Францияға барып келді. Ол жақта да ең мықты университеттердің біріне оқуын жалғастырып, сол жақтан енді келген жайы бар. Қандай университетте стаж жасадыңыз? Сайнс-Полиль, Францияда әлем бойынша Гарвардтың Оксфордтан 3-ші орын алады политика бойынша. Өте қатты қуандым ол жерге түскеніме. Әрине оқу қиын болды, бірақ оқитын адамға қиын емес деп ойлаймын. Сондықтан да мен бар күшімді салып, әрине жақсы тәмамдап келдім, шүкір. Түркиядағы студенттік өмір қалай екен? Әрине басында қиын болды бірінші курс оқып жүрген кезде, бірақ енді уақыт өте келе үйреніп кеттік. Дильназ, айтып отырмыз, Стамбулға жалпы Түркияда қазақ студенттер өте көп қой, бірақ ең престиж университеттерге екінің бірі түсе алмайды Стамбулда. Өйткені Стамбулда gerçekten Стамбулда деп ғой, жаңағыдай Түркияда оқу үшін өте қиын. Мысалға ол жерде Түркияның аймақтарына түсіп жатқан студенттер бар. Стамбулдың өзіне, оның ішінде де мысалға Бақшы Шекер деген осы әлемнің 13 елінде университеттер бар, кампустар бар, ең мықты деген сондай несі бар. Бұл жақта сондай рейтинг жоғары университеттің бірінде оқу, екінің бірінің қолынан келмейді. Сол, Дильназ, сәттілік тілеймін сізге де. Сол, жақсы. Сіздер де оқыңыздар, келіңіздер, осылай Дильназ сияқты ел аралап, жер аралап, осылай білімдіге әрқашан жарық қой, жол деген. Жақсы. Рахмет. Мына жақта студенттік балдардың барлығы кәдімгі бірдей қызмет атқарып жүр. Негізі кіші залына не қылама деген едім, орын алып қалады ғой кіші залына деп үлкен залды беріпті. Орын алып қояйық. Мына жерден алайын мен. Ой, мына жерде менің қыздарым бар еді, соған орын алып қой деген еді. Осы жерден орын алып қояйын мен. Қатты жақыннан орын алмадым, енді ренжімесін. Менің бір түрік құрбыларым орын алып қой деген еді. Мен ана қыздарыма орын алып қойып отырсам, ана жерде десем, ол қыздар менен бұрын келіп қойған ғой. Ана жерде. Қай жерде? Ана жерде. Осы жерде. Менен бұрын келіп қойыпты ғой, ой пысықтар.
padişah. Şamancanın köyden gelişi padişah. Yendi kalandan orunda tek kazanıldı. Kısmet bula. Art dedim. Ondan canlısından olur. Allah Allah. 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 Kazan torunaya. Akılda sanırım. Göz oynarım ön tolganım. Oruz kaldım. Unadı mı? Men bunda ko'rganman. Ata qarayveraman. Aytmayın. Men de sol. 2002 жылы біз мынау арнайы біз Зейтинбурн ауданында бұл киноны көрсетудің шешім қабылдадық. Себебі 1952 жылы алғашқы біздің бауырларымыз, қандастарымыз, қазақтар осы Зейтинбурнға келіп қоныстанған болатын. Бүгін арамызда Зейтинбурн ауданының басшылығы, құрметті қаймақамыз Адембей бар. Адембейге бір алғысшылық қояйық. Бұдан да басқа біздің өзіміздің туыстас, бауырлас, қадымыз бір, тегіміз бір, түркі еліміз, құрметті бас консулдарымыз, құрметті Azerbaycan бас консулыменен Түркменстан бас консулдары бар. Бұл кісіге де бір шапалақтап қойып. Көп рахмет. Осыдан бір апта бұрын басталған кино мәресі бүгін Стамбулға жетті. Ертең басқа қалаларда да болады. Ертең Түркияның Сакария қаласында, одан кейін Измир қаласында, соңғы болып Анкарада болады. Барлықтарыңыз көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Фильм аяқталды. Қазір түнгі сағат 10 болып қалды. Қазір біз мына жерде түрк қыздардың осы фильм жайында fikirlerini istik. Adın? Benim adım Dilara. Ben bu filmi Köpsüyem'in Kazakistan halkının birliği, tarihi, dili, bizden işin köp kurmaktır. Osu Kazakçam burada bitti. Baya maşallah Kazakçan çok iyi. Kazakçan nereden öğrendin? Kaydan öğrendin Kazakçan? Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun İstanbul kalasında Zeytinburnu'nda açtığı Kazak dili kursuna gidiyorum. Bastaladım. 2 ay oldu. Kazakçam köpçaksı emez. Bırak Kazakça aytmayı köpsüyemin. Gruppada kança kızlar, kança okuşu var? 15-17 okuş var. Mugallim Yıldız Apay. Өте керемет 2 айдың ішінде бұлай қазақша сөйлеу. Осылай. Film unadı mı? Түсіндіңіз бе? Düşündüm. Bırak Türkçe köpçaksa emez. Bırak köpsüyemin. Kazakistanlı köpsüyemin. Biraz da duygu aytıp jatır. Rahmet. Al Duygu, film. Ne düşünüyorsun film hakkında? Ben filmi çok beğendim kesinlikle. Yani biraz da duygulandık tabii. Aslında Kazakistan bizim için her Türk devleti yani hepsi çok önemli ama Kazakistan biraz daha önemli. Çünkü gerek Türkiye ile olan ilişkileri, gerek işte burada birlikte daha fazla vakit geçirmemiz, Kazak arkadaşlarımızla olmamız. Yani bir de Türk dünyasında şeyi de görüyoruz ya, bağımsız devletler var. Bir de diğer devletlerin boyunduruğu altında olanlar var. Ve bağımsız bir devlet olarak Kazakistan'ın aslında milli olarak nasıl bir duruş sergilediğini bu tarz etkinliklerle, filmlerle, festivallerle görebiliyoruz. Ben çok memnunum. Zeytinburnu Belediyesi de zaten bu anlamda Kazaklara, Kazakistan'a çok ciddi katkılar sağlıyor.
Bence sen de çok ciddi katkılar sağlıyorsun Cezile'cim. Yani ol, biraz teşekkürler. Kazakçamızı senin YouTube kanalında geliştiriyoruz aslında. Değil mi? Öyle de bir yanı var. Evet. Yani halk bilimi açısından, halk bilimi var, kültürü var, ekonomi var, her şey var. Filme geri dönecek olursam aslında film bizim ilk zamanlarımıza ışık tutuyor. Yani eskiden Kazak yoktu, Kırgız yoktu, Nogay yoktu, Türkmen yoktu, Türk boyları vardı. Oradan biz buraya geldik ama orayı da unutmamamız lazım aslında. Bunu bize hatırlattığı için ben biraz da duygulandım. Seviyoruz. Türk dünyamız bizim canımız, Kazakistan bizim canımız. İyi ki de gelmişiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Bir şey söylememiz lazım. Alaş. Alaş. Құран жасасын. Рахмет қыздар. Көп. Қоқасы жоқ. Неке осындай қыздарымыз, осындай ұлтжанды қыздарымыз аман болсын, көбейе берсін. Осындай мінекей. Достар, сонымен құрбыларым да пікірін естідіңіздер, көрдіңіздер. Мені соңғы шейін көргендеріңізге көп рахмет. Негізі біраз нәрсе осы жерден пікір аламын деп ойлағанмын. Басқа көрермендердің де ойын пікірін сөйлесем деп ойлаған едім, бірақ оған уақыт жағынан келмеді. Сөйткен мен өзім біраз кешігіп келдім, дәл уақытында келдім. Одан кейін достарымды көргеннен кейін солармен әңгімелесіп, қазір фильм біткеннен кейін де біраз сол туралы талқыладық. Солай. Сондықтан көп басқа кісілермен пікірлесе алмадым. Бірақ алда уақытта да бұйырса басқа видеолар болады. Соңына шейін көріп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мені қарап, жазылып, пікір жазып, пікірлерін білдіре отырыңыздар. Фильм өте әсерлі болды. Мен қанша рет қарадым бұны. Әр қараған сайын түйелерім қалай өт, жаңағыдай не болады ғой? Әр қараған сайын бірінші рет қарағандай болам. Қатты рухтанады, рух береді. Осындай фильмдер қазақ тарихын, осындай тарихи фильмдер көбейе берсін. Көп рахмет. Сол инстаграмда да маған жазуды ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар.